Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 24-ші нұсқаның А бөлімін талдайтын боламыз. Бірінші есеп 2.370.000 саны стандартты түрде жазылған. Яғни мына берілген варианттардың ішінен дұрыс жауапты тауып керек. 237 көбейту 10-ның 7 дәрежесі. Бұл есеп қате. 2,137 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Тексеріп шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына вариант бізде келеді. Келесі 23,7 көбейту 10-ның 5 дәрежесі. 2,137 көбейту 10-ның 6 дәрежесін алдық. Яғни осы D вариантын таңдайтын боламыз. Стандартты түрде жазылған. Екінші есеп 9-шы сыныпқа математика пәнінен емтихан өткізуге кездейсоқ тәсілмен 92 емтихан жұмысынан бір жұмыс таңдап алынды. Емтихан алдында Вася бірінші жұмыстан 23-ші жұмысқа дейін толық талдады. Номері 33-ші тапсырманың таңдалуының ықтималдығы қандай? Яғни барлығы бізде 92 тапсырма болса, сол тапсырманың ішінен бір жұмыс емтихан тапсырмасы ретінде таңдалып алынады. Васяның талдаған жұмыстары ол 23-ті. 23 жұмысты талдаған. Ал номері 33-ші тапсырманың таңдалуының ықтималдылығы қандай дейді? Қараңыздар. 92 тапсырманың ішінен номері 33-ші тапсырма ол біреу. Сондықтан бұл тапсырманың таңдалу ықтималдығы 92-ден 1 болып келеді. Үшінші есеп, есептеңіз. 0,8-ді жазамыз. 5-тен 4-тің минус 1 дәрежесі ол 4-тен 5 деген сөз. Қосамын. Минус 3-тен 1-дің минус 1 дәрежесі бұл минус 3-ке тең. Тең болады. 0,8 бен 4-ті қысқартамын. 0,2-ден 5-ке көбейтем 1. 1 азайту 3 тең болады минус 2-ге. Төртінші есеп өрнекті ықшамдаңыз. Мен бөлшекпен жазып аламын. А квадрат минус Б квадрат екі жақшаға жіктеледі. Бөлшектің алымын жазып қоямын. Қысқаратындарды қысқартып жіберемін. Қалады А минус Б бөлінген А плюс Б. Келесі 5-ші есеп квадрат теңдеудің дискриминантын табыңыз. Минус х квадрат қосу 5х қосу 3 тең 0. Реттеп жазып алдым. Дискриминантын табу үшін 5-ті квадраттаймыз. 25 азайту 4 көбейту минус 1 көбейту 3 тең болады. 4-ті минус 1-ге көбейтсем минус 12, мынаумен плюс 12 болып кетеді. 13-ке көбейтсем 36, да? Так, 25 минус 4 12 плюс 12 тең болады 37. Дискриминанты 37-ге тең. Алтыншы есеп функцияның анықталу болсын табуымыз керек. Квадрат түбірдің астында тұрғандықтан 0-ден артық немесе тең. Осы теңсіздікті шешеміз. 2х артық немесе тең минус 6, х артық немесе тең минус 3. Демек, функцияның анықталу болысы минус 3-тен артық деген сөз. Минус 3-тен плюс шексіздікке дейін. Жетінші есеп теңсіздіктің шешімін табыңыз. Берілген сандардың ішінен осы теңсіздіктің шешімі қайсысы болады? Ол үшін 0-ге теңестіріп, қазір 0-дерін тауып аламыз. Дискриминант тең болады 1 азайту 4 көбейту минус 3 көбейту 2. 24, 25, х біріменде минус 6, 1 азайту 5. Так, 6, 4, 3-тен 2. Х 2 болады. 1-ге 5 қосып, оны минус 6-ға бөлемін. Минус 1. Минус 1-ді белгілеймін. 3-тен 2-ні белгілеймін. Интервалдарға бөлемін. 0 аламын. Плюс, минус, минус. Бізге артық аралық керек. Теңсіздіктің шешімі минус 1-ден 3-тен 2-ге дейін. Осы аралыққа кіретін сандар, яғни қай сандар минус 1-ден 3-тен 2-ге дейінгі сандардың арасында жатады? 0. Басқалары бұл аралыққа тиісті емес.
8-ші есеп көп мүшені жүктеңіз. Минус 3х квадрат қосу 12х азайту 9. Минус 3-ті жақшан сыртына шығарып жіберемін. Х квадрат минус 4х қосу 3. Тең болады. Минус 3-ті жазып қоямын. Қосқанда 4, көбейткенде 3 болатын қандай сандар? 1 мен 3. Солай ма? Демек, минус 1, х азайту 1, х қосу, х азайту 3 болады. Келесі орналастыруды есептеңіз. А 4-2, 4 факториалды бөлеміз 4 азайту 2 факториалға. 4 факториал, бұны бөлем 2 факториал тең болады. 2 факториал көбейту 3 көбейту 4 бөлімде 2 факториал қысқарып кетеді, 12 шығады. 10-шы есеп y тең x минус 2-нің квадраты қосу 3 функциясының графигіне тиісті емес нүкте. Яғни тиісті емес нүкте деген кезде қалай тексересіздер? Қараңыздар. Мысалы, А варианты бойынша 2-де 3 ол осы функцияның графигі параболы болады ғой, сол параболының төбесі. Яғни А нүктесі тиісті. Келесі 1-де 4. Бұлай тексеруіңізге болады. Y-тің орнына 4 қоясыз, X-тің орнына 1 қоясыз. 1 азайту 2 минус 1, минус 1-дің квадраты 1. Яғни тиісті емес нүкте анықтау керек. Мынау тиісті, мынау тиісті. Келесі сын нүктесін тексереміз. 4 тең болады. Мінекей, 0 азайту 2-нің квадраты қосу 3. 4 тең болады. Минус 2-нің квадраты 4, 4-ке 3 қосамыз 7. Яғни С варианты. Бұл нүкте мына берілген функцияның графигіне тиісті емес нүкте екен. Осылай тексеріп шығуға болады.